Мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында әкімдердің халықпен кездесулері жаңа форматта өтуде. Биыл барлық деңгейдегі жалпы 3733 кездесу ұйымдастырылып, онда 6578 мәселе көтерілген болатын. Оның ішінде инфрақұрылыммен қамтамасыз ету және де әлеуметтік мәселелерді ең жиі көтерілген сұрақтардың бірі болды. Әрине, бұл сұрақтардың барлығы бюджеттен қомақты қаржыны талап етеді. Дегенмен бюджеттің мүмкіншілігіне қарай көтерілген мәселелердің басым көпшілігі өз шешімін тапты. Қазіргі таңда біз 89%-ға дейін солардың бәрін шешім тауып, іс барысына алып отырмыз. Басты міндетіміз тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту, бұл жұмыстар өз жалғасын табатын болады. Еліміздегі саяси реформалардың аясында ауыл тұрғындары 2 жылдан бері ауылдық округ әкімін таңдау мүмкіндігіне ие болды. Нәтижесінде Түркістан облысы бойынша 140 ауылдық округ әкімдері сайланды. Сонымен қатар ағымдағы жылы 4 аудан әкімінің сайлауы өтті.